الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Zayd bin Harsa Bismillahirrahmanirrahim. Өткен жұма хутбасында Хазіреті Зайд бин Харис туралы айтқан болатынмын. Хазірет Мирза Башир Ахмад өзінің Сират Хатаман Набиин кітабында Таиф қаласында болған оқиғаны былай сипаттайды. Мүшриктердің мұсылмандарға Шағаб Абу Талиб шатқалындағы қысымы аяқталғаннан кейін Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам бостандыққа ие болып Таиф қаласының тұрғындарын исламға шақыруды шешті. Таиф бұл Меккенің оңтүстік шығысында орналасқан атақты жер. Сол кезде Таиф қаласында Бану Сакиф тайпасы тұратын. Оның атағы Меккемен бірдей еді. Ол жерде де атақты, беделді және бай адамдар тұратын. Сол үшін де Меккенің тұрғындары Таифтың маңыздылығын ескеріп, бұл Құран Құдайдан түскені рас болса, неге Мекке немесе Таиф қаласының ұлы адамдарына түспейді дейді. Сонымен пайғамбарлықтың 10-шы жылы Шәуәл айында Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Таифқа жол тартты. Кейбір деректерде оның жанында Зайд радиаллаху анху болған дейді. Ол жерге келген Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам 10 күндей болып тайпа көсемдерімен жолықты. Бірақ Мекке тұрғындары сияқты ол жерге де ислам нәсіп болмады. Олардың барлығы Аллах елшісін саллаллаху алейхи уассалам мазақ қылып қабылдаудан бас тартты. Ең соңында Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам осы қаланың ең атақты көсеміне келді. Оның есімі Абды Ялил еді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оны да исламға шақырды. Бірақ ол бас тартып мазақ қылған түрде. Егер сенің сөзің рас болса, менің сенімен сөйлесуге шамам жетпейді. Ал егер өтірікші болсаң, онда сенімен сөйлесіп қажет не деді. Кейін жастарға әсерін тигізер деген уайымдап, мына жерден кетсең жақсы болады, себебі сені ешкім тыңдамайды деді. Осыдан кейін жаңағы залым адам қаланың қаскүнемдерін жинап, Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам артынан баруға мәжбүрлейді. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам қаладан кеткен кезде олар артынан аңдып таспен аттылап лақтырады. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам денесі қанға боялады. Жаңағы адамдар 3 шақырым жерге дейін Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам артынан қалмай тас лақтыруын тоқтатпай қарғады. Таиф қаласынан 3 шақырым жерде Меккенің көсемі Утба ибн Рабияның жеміс бағы бар еді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам сол жерді паналады. Ал жаңағы залымдар кері қарай үйлеріне қайтты. Көлеңкеде тұрып, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам келесі сөздермен дұға қылды. Я Раббым, сенен өзімнің қауқарсыздығыма және адамдар алдындағы әлсіздігіме шағымданамын. Я Раббым, сен ең мейірімдісің,
Өйткені сен әлсіздер мен қауқарсыздардың қорғанысың. Сен менің Раббымсың, сенен пана сұраймын. Сен ғана қараңғылықты сейілтесің, және тек сен рахымлысың. Бұл өмірде де, ана өмірде де рахымдылық етушісің. शहर के आवारा आदमी Бұл кезде Утба мен Шайба бақта болатын. हजरत Олар Аллах елшісін саллаллаху алейхи уассалам осы қалпын көргенде сезім биледі ме, әлде жауапкершілік пе? Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам өздерінің христиандық құлы Аддас арқылы жүзін беріп жіберді. जैद बिन हारसा साथ थे Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам ол жүзімді алып Аддасқа: сен қайдан боласың, қай дінді ұстанасың деді. Аддас: мен Ниневияданмын, әрі христианмын деп жауап берді. ताइफ से 3 मील के फासले पर Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам: उत्बा बिन रबीआ бұл Ниневия Аллахтың салихалы құлдарының бірі Матвей ұлы Юнус шыққан жер ме деді. Иә деп жауап берді Аддас. Сіз Юнусты қайдан білесіз? Ол менің бауырым болады. Ол да пайғамбар, мен де пайғамбармын деп жауап берді Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам. Кейін Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оған ислам туралы айта бастағанда қатты әсер алды. Ол өзінің шынайылығымен алдыға қадам басып, Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам қолын сүйді. ए मेरे रब Утба мен Шайба оларды сыртынан бақылап тұрған еді. Ол келе сап: саған не болды? Оның қолын сүйетіндей. ए मेरे खुदा Бұл адам сені дініңнен адастырады, ал сенің дінің оның дінінен әлдеқайда жақсы деді. तू ही मेरा परवरदिगार है Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұл бақта біраз демалды. क्योंकि तू ही Кейін ол Мекке қаласынан бір күндік жерде Нахла деген жерге келіп, ол жерде бірнеше күн аялдады. Бұдан кейін Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Хира тауына барды. Өйткені Таиф қаласында болған оқиға мүшриктерге батылдық сыйлады. रिश्तेदारी से या कौमी एहसास से या बहरहाल नामालूम किसी और ख्याल से अपने ईसाई गुलाम अद्दास नामी के हाथ एक कश्ती में कुछ अंगूर लगाकर आपके पास भिजवाए Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Мутим бин Адиға өз өтінішін жіберді. और किस मजहब से Ол өзінің Мекке қаласына кіруіне көмектесуін өтінді. पाबंद कहूँ और मजहब Алайда Мутим қатып қалған мушрик болса да жақсы жақтары бар еді. Текті арабқа көмектеспеу олар үшін өрескел қателік болатын. का मस्कन था Сол үшін де өз ұлдарын, туысқандарын қаруландырып, Қағбаның алдына жинап, Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам кіре берсін деген хабар жеткізді. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Меккеге кіріп Қағбаны тауап етіп, Мутим және олардың қылыштарының қорғанымен оның үйіне кірді. Жолда келе жатқанда оларды көрген Абу Жахил таңданыспен: сендер Мұхаммадқа қорған болып жүрсіңдер ме, әлде оның артынан ердіңдер ме деп сұрады. दूर से खड़े Мутим оған: और शहबा भी देख мен оған жай қорған болып жүрмін, бірақ оның соңынан ерген жоқпын деді. Кейін Абу Жахил: दास तुझे क्या ондай болса ешқандай мәселе жоқ деп жауап берді. Мутим мүшрик қалпында дүниеден өтті. Бірақ мұсылмандар ол үшін әрқашан жақсы сөз айтып жүрді. थोड़ी देर उसके बाद फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाग में आराम फरमाया और फिर वहाँ से रवाना हुए और नखले में पहुँचे जो मक्के से एक मंजिल के फासले पर वाक़ है Хазіреті Зейд और वहाँ कुछ Меккеден Мәдинаға хижра жасағанда उसके बाद Хазіреті Кульсум бин Қадамның үйіне тоқтады. हिरा पर गए Кейбіреулер оны Саад бин Хайсымның үйінде тоқтады деп көрсеткен. मक्के वालों के ज़्यादा दिलेर हो जाने का अंदेशा था इसलिए यहाँ से आपने मुस्लिम बिन अदी को कहला भेजा कि Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оны Хазіреті Усейд бин Хазірмен бауырластырды. मुतिम पक्का Басқалары оның Хазіреті Хамзамен радиаллаху анху бауырласқанын алға тартады. Өйткені Ухуд соғысы кезінде Хазіреті Хамза радиаллаху анху Хазіреті Зейдке өсиет хат тастап кеткені туралы айтылады. में अरबों में खुसूस माने हुई जाहिलियत में भी ये खसूसियत थी इसलिए उसने अपने बेटों और रिश्तेदारों को साथ लिया और सब मुसल्लह होकर काबे के पास खड़े हो गए
और आपको कहला भेजा कि आ जाएं, हम आपको पनाह देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। Hazreti Mirza Bashir Ahmad өзінің Сират Хатаман Набиин кітабында былай деп жазады. तलवारों के साए में Мәдинаға хижра жасағаннан кейін रास्ते में Аллах елшісі Зайдтың қолына біраз ақша беріп, оны Меккеге жіберді. Бірнеше күн өткенде ол Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам отбасын абыроймен Мәдинаға жеткізді. मैंने Олармен бірге Абдуллах ибн Абу Бакр де Абу Бакрдың отбасын Мәдинаға жеткізді. अबू जहल ने कहा अच्छा फिर कोई हर्ज नहीं। बहरहाल मुतिम कुफर की हालत में ही फौत हुआ। ये एक नेकी बहरहाल उसकी थी। हज़रत ज़ैद जब हिजरत करके मदीने पहुंचे तो आपने हज़रत कुलसूम बिन Hazreti Biraға жеткізеді. जबकि Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам कैसमा के Зүлқағда айында умра жасамақ боп шешті. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Бірақ Мекке тұрғындары оның кіруіне қарсылық білдірді. हुज़ैर से Олардың арасында बाद में мұсылмандар келесі жылы ғана келіп умра жасайды, және олар Мекке қаласында 3 күн аялдайды алады деген келісім шарт болды. भाई बनाया। यही वजह है Бұл келісім шартта Аллахтың елшісі Мұхаммад осы келісім шарттардың талаптарымен келіседі деп көрсетілген. वसीयत फरमाई। Алайда меккеліктер бұдан бас тартып, егер сені Аллах елшісі деп санасақ, сені Меккеге кіруден тоспас едік. Біз үшін сен жай ғана Мұхаммад ибн Абдуллахсың деді. वसीयत ख़ातमुन नबीय्यीन में Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оларға, мен Мұхаммад ибн Абдуллахпын, әрі Аллах елшісімін деді. ज़ैद बिन हारिसा को Кейін Алиге радиаллаху анху, मक्के रवाना Аллах елшісі деген сөздерді өшіріп таста деді. आपके और आपके अहलो अयाल के साथ Хазіреті Али радиаллаху анху, से मदीना पहुंचे। Аллахтың атымен ант етейін, мен бұл жазуды өшірмеймін, өйткені бұл лауазымды сізге Аллахтың өзі берген деді. मदीना पहुंच गए। Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұл қағазды өзі алып, хат танымаса да, बरा Мұхаммад ибн Абдуллах бұл талаптармен келіседі. से रिवायत है Біз Меккеге қарусыз кіреміз. Бізбен баруды қаласа да ешкімді Меккеден алып кетпейміз. Өзімізден ешкімді Меккеде қалдырмаймыз деп жазды. मक्का ने इस बात से इनकार किया कि आपको मक्के में दाखिल होने दें। आखिर आपने उनसे इस शर्त पर सुलह की कि आप आइंदा साल उम्रे को आएंगे और यहाँ मक्के में 3 दिन तक ठहरेंगे। जब सुलहनामा लिखने लगे तो यूँ लिखा कि ये वो शर्तें हैं जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह Сөйтіп келесі жылы осы келісім шартқа сәйкес Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Меккеге келді. अगर हम जान Оның 3 күндік мерзім аяқталған кезде Құрайштықтар Хазіреті Алиге радиаллаху анху келіп, өз серігің Мұхаммадқа оның Меккеде аялдайтын уақыты бітті деп айт деді. तो आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह Сөйтіп Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Меккеден кетті. मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी। आपने हज़रत अली से फरमाया कि रसूलुल्लाह का लफ्ज़ यहाँ से मिटा दो। हज़रत अली ने कहा हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम मैं आपके खिताब को Риуаят бойынша Хазіреті Хамзаның радиаллаху анху қызы Аммара, кейбір деректерде Амама немесе Аматуллах, किया उनसे। Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам артынан қалмай ағам деп жүрді дейді. कहते हैं जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ठहराई। Хазіреті Али радиаллаху анху оның қолынан ұстап Фатимаға радиаллаху анху қарап, ағаңның қызын алып жүр деді. किसी को भी साथ Фатима оны өзінің жанына мінгестірді. के साथ जाना चाहे Осыдан кейін Хазіреті Али, Хазіреті Зайд және Хазіреті Джафар арасында келіспеушілік туындады. बहरहाल Хазіреті Али, मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा साल менің ол қызды алған себебім ол менің ағамның қызы деді. ख़त्म हो गई। Хазіреті Джафар, कुरैश ने ол менің ағамның қызы, оның анасы жағынан туысатын апайы Асма бинт Амис менің жұбайым деді. थी Хазіреті Зайд болса, ол менің ағамның қызы, өйткені Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам мені Хазіреті Хамзамен радиаллаху анху бауырластырған деді. चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए। Кейін Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оның жағдайын қарап, апайымен бірге, яғни Джафардың отбасымен бірге болады деп шешті. अब्दुल्ला भी मिलता है Өйткені апайы анасының дәрежесінде деді. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि
कि ए चचा Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Алиге қарап, जाकर उसे ले लिया, पकड़ लिया, сен мендіксің, мен сендікпін деді. पकड़ा, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Джафарға қарап, сенің сырт келбетің мен мінезің маған ұқсайды деді. Кейін Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Зайдке қарап, सवार कर लिया। сен менің досым әрі бауырымсың деді. जैद और Хазіреті Али радиаллаху анху Аллах елшісіне қарап, हमजा की लड़की की बाबत झगड़ने लगे сіз Хамзаның қызына үйленсеңіз қалай болар екен деді. कि मैंने तो इसको लिया Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оған, और ол менің сүттес бауырым, चचा की बेटी है, әрі мен оның ағасымын ғой деп жауап берді. अस्मा बिनते उमैस Бұл хадис Бұхаридің Сиратул Халбия кітабында келеді. भाई की बेटी है, जैसा कि मुआखात कायम कराई थी वसल्लम ने। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक फ़ैसला किया कि वह अपनी खाला के पास रहें, क्योंकि Хазіреті Зайд бин Харис радиаллаху анху Умму Айманға үйленді. Сонымен қатар оның Барака деп те атаған. जाफर Ол бұл күнияны ұлы Айманның есімі үшін алған. के खाला Ол абиссиниялық еді. Әрі Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам әкесі Хазіреті Абдуллахтың күңі болатын. तुम सूरत और सीरत में Ол қайтыс болғаннан кейін Хазіреті Аминаның үйінде тұрды. कि तुम हमारे भाई हो। Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам 6 жасқа толғанда анасы Мәдинаға өз туыстарына баруға жолға шықты. वसल्लम ने फरमाया Оның жол серігі болып Умму Айман жүрді. Ол сол кезде мүлдем жас болатын. चचा हूँ। ये रिवायत Мәдинадан қайтып келе жатқан кезде пайғамбар мешітінен 5 шақырым Абуа деген жерде Хазіреті Амина дүние салды. जैद बिन Хазіреті Умму Айман оның мәйітін өздері барған 2 түйенің біреуіне өңгеріп алып келді. बरका था, Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық міндетіне дейін Хазіреті Умму Айман қара нәсілді құл Убайд бин Зайдқа тұрмысқа шыққан. Олардың Айман атты ұлдары дүниеге келді. उनकी वफात के Хазіреті Айман Хунайн соғысында шахид болды. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि Күйеуінің өлімінен кейін ол Хазіреті Зайдқа тұрмысқа шықты. माहिदाब को साथ लेकर अपने मैके से मिलने मदीने गईं, तो उस वक्त हज़रत उम्मे ऐमन बतौर खादमा साथ थी, छोटी भी होंगी। मदीना से वापसी पर जब अबवा मुकाम जो कि मस्जिद नबवी से 5 मील के फासले पर है पहुँचे तो हज़रत आमना की वफ़ात हो गई। हज़रत उम्मे ऐमन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं 2 ऊँटों पर मक्के वापस ले आईं जिन पर वो मक्के से गई थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे नबूवत से कबल मक्के में हज़रत उम्मे ऐमन की Риуаяттарда оның Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам жақсы қарап, мейірімділік танытқан туралы айтылады. जिसका Бірде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім жәннаттағы әйелге үйленгісі келсе, ол Умму Айманға үйленсін деген. आपकी Осы сөзден кейін оған Хазіреті Зайд бин Харис үйленіп, олардың Хазіреті Усама атты ұлдары дүниеге келді. Хазіреті Умму Айман да басқа мұсылмандар сияқты Абиссинияға хижра жасап, сол жақтан Мәдинаға хижра жасады. मेहरबानी से पेश आती और आपका ख्याल रखती थी। Ухуд соғысы кезінде ол жауынгерлерге су беріп, яраланғандарды қараумен болды. खुश होना चाहता है, Сондай-ақ ол Хайбар соғысына да қатысқан. शादी कर ले। Хижраның 23 жылында Хазіреті Омар радиаллаху анху қайтыс болғанда ол қатты жылады. सामा पैदा हुए। Адамдар одан неліктен қатты жылап жатқандығын сұрағанда, ол हबशे की ислам Хазіреті Омардың шахид болуымен әлсіреді, के बाद ал Хазіреті Умму Айман Хазіреті Османның басқаруы кезінде өлді деп жауап берген екен. वो पानी पिलाती और जख्मियों की तीमारदारी कर Хазіреті Мирза Башир Ахмад деректерге сүйене отырып, Хазіреті Зайд пен Хазіреті Умму Айманның некесін сипаттап берді. Ол былай деп жазады. रोईं। लोगों ने पूछा क्यों रोती हो? Бұл сол Мұхаммадқа әкесі қайтыс болғаннан кейін мұра боп берілген Умму Айман. काम कमजोर पड़ गया है। Мұхаммад ер жеткен соң оны күңдіктен босатып, әрқашан жақсы қарап, мейірімділік танытқан. Кейінірек Умму Айман Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам азат етілген құлы Зайд бин Хариске тұрмысқа шығады. Ол екеуінен Хазіреті Усама ибн Зайд туады.
खुलासा उसका Ол туралы сүйікті болғанның сүйікті ұлы деп айтады. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Умму Айманды көргенде бірнеше рет «Я менің анам» деп айтқан. बड़े होकर आपके Сондай-ақ ол бұл менің отбасының мәңгілік мүшесі деген. साथ बहुत एहसान का Сонымен қатар ол Умму Айман менің туған анамнан кейінгі анам деген екен. आज़ाद करदा गुलाम Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оның үйінде жиі барып тұратын. उनके वतन से उसामा बिन ज़ैद पैदा हुए जिन्हें अल हिब इब्न हिब यानी महबूब का प्यारा बेटा कहा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे ऐमन को देखकर फरमाया करते थे कि या उम्मा यानी ए मेरी वालदा। जब आप Hazreti Anas радиаллаху анху былай дейді. Мұхаджирлер Мадинаға келген кезде құр қол келді. Ансарлар болса дүние мүлік пен жерге ие еді. Өздері сол бақтарында еңбек етумен қатар, ансарлар оларға жыл сайынғы жемістің өнімінен беріп тұруды уәде етті. मेरी हकीकी वालदा के बाद Hazreti Anas пен Hazreti Абдуллах бен Абу Талханың анасы Hazreti Салим Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам бірнеше құрма ағаштарын сыйға тартты. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұл құрма ағаштарын Hazreti Усама бин Зайдтың анасы Hazreti Умму Айманға сыйлады. वाले थे तो अंसार ने Ибн Шахаб риуаят етеді. उनसे मुआहदा किया Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам दिया करेंगे Хайбар соғысынан оралғанда мұхаджирлер ансарларға сыйлықтарын, яғни жеміс ағаштарын қайтарып берді. लेकिन Өйткені соғыс олжасынан өздеріне де біраз дүние мүлік тиген еді. Аллах елшісі де саллаллаху алейхи уассалам Hazreti Анастың анасына құрма ағашын қайтарып берді. Ол Умму Айманға өз бағынан бірнеше құрма ағашын сыйға тартты. हज़रत अनस की मां ने रसूलुल्लाह Бұл туралы толық мәлімет Сахих Бухариде айтылады. Hazreti Анас айтады: ये दरख्त Сахабалар Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам құрма ағаштарын сыйлаған еді. Алайда की वालदा Бану Қурайза мен Бану Назир тайпаларын жеңген соң ол бұл сыйлықтарға мұқтаж болмады. मालिक ने बताया Менің отбасы мүшелері мені Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам барып और मदीने को сыйға берген ағаштарды қайтаруды өтінген еді. कि वो अतिये वापस कर दिए Өйткені ол енді оған мұқтаж болмап еді. अपने बागों से दिए Алайда бұл ағаштарды Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам अपना Умму Айманға сыйлағандықтан वालो जदाद ол маған келіп мойнымнан құшақтап бұл ағаштарды ешқашан бермейтінін айтты. उनकी खजूरें वापस कर Ол, और उनकी яғни Умму Айман, Аллахпен ант етейін, бұл ағаштар сенікі болмайды. Өйткені бұны маған Аллах елшісінің өзі сыйлады. दूसरी रिवायत में इसकी मजीद तफसीलात यूँ हैं कि हज़रत अनस से रिवायत है जो कि कोई सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खजूरों के कुछ दरख्त खास कर दिया करता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैज़ा और नज़ीर फतह किए तो आपको उनकी ज़रूरत न रही। Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Умму Айманға қарап: бұл жерде ешқандай мәселе жоқ. Егер сен сол ағаштарды қайтарып берсең, мен саған басқа жерден сонша ағаш беремін деді. कि मैं Бірақ Умму Айман Аллахпен ант етейін, жоқ бермеймін деді. दरख्त जो उन्होंने Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам या उनमें से कुछ दरख्त वापस कर Умму Айманға 10 есе көп ағаш беремін немесе осыған ұқсас сөз айтты деп ойлаймын. Содан кейін ғана Умму Айман ағаштарды қайтарып берді. तो कहते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दरख्त क्योंकि हज़रत उम्मे ऐमन को दिए हुए थे। ये सुनकर हज़रत उम्मे ऐमन आई और मेरी गर्दन में कपड़ा डाला और बोली कि मैं हरगिज़ नहीं दूंगी। कसम है उस ज़ात की Hazreti Умму Айман Мадинаға хижраны жаяулатып жасады. जबकि यहाँ Қатты ыстықтан шөлдеп қатты қиналды. Оның Құдаймен байланысы өте мықты болды. Әрі ол салихалы, мейірімді жан еді. कोई बात नहीं वापस कर Ол жоғарыдан дауыс естіп, жүзін көкке қаратты. Сол сәтте шелекке ұқсас заттан су тамып тұрды. जगह से Ол сол судан ішіп шөлін қандырды. कहती थी कि अल्लाह की Ол сол суды ішкеннен кейін ешқашан тіпті ораза кезінде шөлдемейтін болдым деп айтып жүретін. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हज़रत
Сахабаларды еске алумен қатар сол кездегі әйелдерді, олардың жоғарғы дәрежесін еске аламыз. या कुछ ऐसे ही अल्फाज थे जो कहे Сондықтан мен сахабалармен қатар олардың жанынан табылып, गए। Бадыр соғысына ат салысқан әйелдерді де еске алып отырмын. की तरफ पैदल हिजरत करते वक्त Хазіреті Умму Айман тұтығып сөйлейтіндіктен अल्लाह ताला оған का खास ताल्लुक था इनका। «Саламуллаху आपके алейхим» पास पानी भी नहीं деп айту қиын болатын. और गर्मी भी बहुत Бұрын дәл осы сөзді айтып сәлемдесетін. उन्होंने अपने सर के ऊपर किसी Алайда Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұл сөздің орнына «Саламун алейкум» немесе «Ассаламу алейкум» деген сөздерді қолдануға рұқсат етті. गिर रहे थे। Исламда әлі күнге дейін осы сөзбен амандасады. होगी। वो कहा करती थी कि इसके बाद से मुझे कभी प्यास और तशनगी का कि एहसास नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई, और कभी रोज़े की हालत में भी प्यास महसूस होती तो तब भी मैं प्यासी नहीं रहती थी। तो इन ख्वातीन का भी बात Хазіреті Айша радиаллаху анху риwayat етеді. था कि इन ख्वातीन के Бірде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам су ішіп жатқанда жанында Умму Айман бар еді. Ол Аллах елшісінен саллаллаху алейхи уассалам су беруін сұрады. हज़रत उम्मे अमन की ज़ुबान में Мен одан कुछ लुकनत थी। «Сен Аллах елшісінен су бер деп сұрап тұрсың ба?» деп сұрадым. तो सलामुल्लाह Сонда Умму Айман маған қарап, «Мен Аллах елшісін көп бағып қаққанмын» деді. सलामुल्लाह Аллах елшісі де саллаллаху алейхи уассалам бұл сөзді растап, оған су беріп шөлін қандырды. उन्हें सलाम Хазіреті Анас радиаллаху анху риwayat етеді. अस्सलामु अलैकुम कहने Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болған кезде ол үнемі жылайтын. आती हैं। Одан неге үнемі жылайсың деп сұрағанда ол: तो उस वक्त हज़रत उम्मे अमन «Мен күндердің бір күнінде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өтетінін білгенмін. हज़रत आयशा Менің жылауымның себебі ол өлген соң уахида тоқтайды ғой» деп жауап берген екен. से तुम इस तरह कह रही हो Ол Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам өлімінен кейін қатты қайғырып, Аллахтан енді жаңа уахилар келмеді деп жылады. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने सच कहा है, फिर आपने उन्हें पानी पिलाया। हज़रत अनस बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए तो हज़रत उम्मे ऐमन रोती रहीं। उनसे पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ये तो जानती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़रूर वफ़ात पा जाएंगे, लेकिन मैं तो इसलिए रोती हूँ कि वही हमसे उठा ली गई, यानी आपकी वफ़ात का गम तो अल्लाह Хазіреті Анас ибн Малик радиаллаху анху риwayat етеді. Бірде Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам өлімінен кейін Хазіреті Абу Бакр радиаллаху анху Хазіреті Омарға радиаллаху анху өзімен бірге Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам барып жүргендей ने Умму Айманның үйіне баруды өтінді. कि हमारे साथ हज़रत उम्मे ऐमन के यहाँ चलो। Олар оның үйіне кіре бастағанда ол жылай бастады. उनसे मिला Олар оған: «Аллахқа қайту Аллах елшісі үшін хайырлы» деді. इस पर उन दोनों Хазіреті Умму Айман: «Аллахқа қайту Аллах елшісі үшін хайырлы екенін білемін. बेहतर है। Менің жылап отырған себебім उम्मे ऐमन ने कहा көктен енді қайтып уақи түспейтіндігінде» деген кезде जो अल्लाह के पास है олардың екеуі де жылады. बड़ा मुकाम था इनका भी नेकी में, जैसा कि मैंने कहा। कहती हैं कि मैं तो इसलिए रोती हूँ कि अब आसमान से वही आना बंद हो गई। उन्होंने इन दोनों को भी रुला दिया और वो दोनों भी रोने लगे। हज़रत उसामा और हज़रत ज़ैद की रंगत का बड़ा फ़र्क था। माँ क्योंकि हबशा की रहने वाली थी, अफ्रीकन थी, उसामा दूसरे जगह के रहने वाले थे, तो उस वजह से Хазіреті Усаманың терісінің түсі की तरफ ज़्यादा, Хазіреті Зейдтің जिसकी वजह से बाद लोग терісінің түсінен ерекшеленіп, анасы жағына ұқсап тұратын. कहा करते थे कि ज़ैद के बेटे Ол абиссиниялық болғандықтан кейбір екі жүзділердің қатарындағылар इतराज़ किया करते Усама Хазіреті Зайдтың ұлы емес деген жалған жала таратып жүрді. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Хазіреті Айша радиаллаху анха риwayat етеді. Бірде маған Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам риза болған күйде келді де маған: मुदलजी «Жаңа ғана आया था, Мудладжи келді. Ол Хазіреті Усама ибн देखा Зайд пен Харисті бір жамылғыны орап алғанын көріпті. और किसी वजह से
Күннің ыстығынан ба, жауыннан ба олардың неге олай жасағаны белгісіз. Жамылғы жауып алғандықтан беттері көрінбеді, бірақ аяқтары көрініп тұрды. Аяқтарын көрген ол, олардың аяқтары бір-біріне қандай қатты ұқсайды деп айғайлапты. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұл сөзді естіп қатты қуаныпты. Өйткені ендігі жерде олардың Усамаға жапқан жалалары қабылданбайды. Адам тану, яғни физиогномиктар және білетін адамдар оларды әкесі мен баласы деген. Сондықтан арабтар арасында олардың сөзі нақты дәлелге жүріп, соңғы шешім болып қабылданған. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұл дәлелдің екі жүзділер үшін қарсы соққы болатынына қатты қуанды. आपने हज़रत ज़ैद की एक शादी हज़रत ज़ैनब बिन्त जाश से करवाई थी, लेकिन शादी ज़्यादा अरसा नहीं चली और हज़रत ज़ैद ने हज़रत ज़ैनब को तलाक दे दी। ये शादी 1 साल या इससे कुछ ज़ायद अरसा तक रही। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत ज़ैनब बिन्त जाश से शादी की। Hazreti Zayd, Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам азат етілген құлы әрі асырап алған ұлы еді. Оны Зайнаб бин Джахшқа үйлендіріп еді, ол неке сәтсіз аяқталды. उसकी तफसील यूँ है कि हिजरत के 5वें साल में ग़ज़वा बनी मुस्तलिक से कुछ अर्सा पहले जो शबान 5 हिजरी में वाक़या हुआ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त जहश से शादी। Бұл некенің мерзімі 1 жылдан асар аспас қана уақыт болды. Осыдан кейін Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Зайнаб бин Джахшқа үйленді. बावजूद निहायत दर्जा नेक और मुत्तकी होने के उनकी तबीयत में अपने ख़ानदान की बड़ाई का एहसास भी किसी कदर पाया जाता था। इसके मुकाबले में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत इस किस्म के ख्यालात से बिल्कुल पाक थी। Hazreti Mirza Bashir Ahmad өзінің Сират Хатамын Нәбиин кітабында әртүрлі деректерге сүйене отырып осы оқиға туралы жазған. बुजुर्गी का हकीकी मयार ज़ाती खूबी और ज़ाती तक़वा व तहारत पर मबनी था। जैसा कि कुरान शरीफ में फरमाता है कि इन्ना अक्रमकुम। Сол жылы, яғни хижраның 5-ші жылы Бану әл-Мусталик жорығының алдында Шағбан айында Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Зайнаб бин Джахшқа үйленді. Hazreti Зайнаб Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам әке жағынан туысынатын апайының қызы еді. Оның есімі Умайя бинт Абдул-Муталиб еді. लेकिन आखिरकार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी पुरजोर ख्वाहिश को देखकर रज़ामंद हो गई। बहरहाल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश। Алайда ол тақуалы әрі инабатты әйел болатын, өз отбасының дәрежесінің жоғары екенін іштей сезетін. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам ойы тұп-тұнық таза болды. Отбасылық дәстүрге абайлап қарайтын. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам туа біткен еңбекқорлықты, тұлға ретінде жақсылық жасауды, тазалықты шынайы алғыстың белгісі деп санайтын. Осыған байланысты Құран кәрімде былай дейді: Әй адамдар, шын мәнінде Аллахқа ең жақындарың тақуаларың. ज़्यादा मजबूत होकर उनकी खानगी ज़िंदगी को बेलुत्फ कर दिया था और मियाँ बीवी में नाचाकी रहने लगी थी। जब ये नागवार हालत ज़्यादा तरक्की कर गई तो ज़ैद बिन हारिसा। Сондықтан Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам өзіне қымбат болған Зайнаб бин Джахш сияқты адамның өзінің азат етілген құлы әрі асыранды ұлы Зайд бин Харис бин неке қиюын еш қарсылықсыз мақұлдаған. Басында бұл ұсынысқа Зайнаб қарсы болған, бірақ Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам қалауының қатты екенін көріп, бұл некеге келіскен. Яғни Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам ұсынысымен әрі қалауымен бұл неке қиылды. आपने ज़ैद को नसीहत फरमाई कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और तकवा इख्तियार करके जिस तरह भी हो
निभाओ करो, इसकी कोशिश करो। चुनाचे कुरान शरीफ में भी Зайнап радиаллаху анха өзінің берген антын мейіріммен орындап жүрсе де, तकिल्लाह Зайдтың ішінде कि ऐ ол ज़ैद, мені менсінбей жүр. Ол дәрежелі отбасыдан, әрі Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам туысқандығы бар. Ал мен болсам азат етілген құлмын. Оның теңі емеспін деген ой болып жүрді. चुनाचे एक मौका पर आपने फरमाया था Зайд өзінің ішінен менің дәрежем Зайнаптан төмен деп үнемі ойлаумен болды. Бұл сезім ерлі зайыптылардың арасында біртіндеп суыта бастады. और इसीलिए इस्लाम में सिर्फ इंतहाई Бұл іс шектен шығып бара жатқанда Зайд бин Харистің өзі Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам келіп, साहबजादे өзі мен Зайнаптың арасындағы қатынасқа шағым айта келіп, और талақ берсем деген ниетін білдірді. मजबूत करार दिया है, क्योंकि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही वही इलाही हो चुकी थी कि जैद बिन हारिसा बिलाखिर ज़ैनब Басқа деректерде Зайнап деректі сөздер қолданатындықтан онымен ажырасуды қалаймын депті. में अपना जाती ताल्लुक Әлбетте бұл сөзге Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам көңіл күй түсіп кетті. और अपनी तरफ Сонда да Зайдты бұл ойынан қайтаруға тырысты. Себебі Зайд өз мақсатына жету үшін тырысатын шығар деген ойда болды. और जब तक निभाव की सूरत मुमकिन हो Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оған ақылын айта отырып, Құдайдан қорқ, और өз келіспеушілігіңді барынша жөндеуге тырыс деді. आप सल्लल्लाहु Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам бұл сөздері Құран кәрімде де келіп, कि तुम तलाक ना दो, келесі сөздермен баяндалады. तैयार करके जिस तरह भी Әйелдеріңмен ажыраспаңдар, әрі Аллахтан қорқыңдар. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी अंदेशा था कि अगर जैद की तलाक के बाद Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам бұлай кеңес беруінің себебі біріншіден, तो लोगों Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам कि आप талақты ұнатпайтын. की मुतल्लका से Бірде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам और खान халал етілген पैदा होगी। нәрселердің ішіндегі ең Аллахқа ұнамайтыны ол талақ деп жариялады. मल्लाहु मुफ्ती Сол үшін де бұл тек қана амалсыз, шарасыз күйге түскенде ғана қолданылады. अंतक्षा Екіншіден, имам Зайнул Абидин Али ибн आए हुए था Хусейннің ұлы айтқандай, आखिर जाहिर कर दिया और तुखफीफी नफ्स өйткені Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам келетін уахи арқылы ақыр аяғында Зайдтың радиаллаху анху Зайнаптан ажырасып кететін және ол Аллах елшісімен саллаллаху алейхи уассалам неке қиятынын да білді. Ол өзінің осы іске тікелей қатысы болатынын сезіп, करके Аллах елшісі бұл істе бейтарап болуды қалады. और Сонымен қатар Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам करते हुए Зайд пен Зайнаптың некесін бұзуға қатысқысы келмеді. Керісінше олардың ұзақ әрі баянды некелерінің болуын қалады. बड़ा मुश्किल था, Сол үшін де Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам ना बनी। Зайдке ажыраспа, Аллахтан қорқ, келіспеушілігіңді түзе деп барынша насихат айтты. तो उनकी शादी के मुतालिक Имам Зухри бұл риwayatты шынайы деп белгілеген. कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें खुद अपने अक़द में ले लेना चाहिए और इस खुदाई हुक्म में Сондай-ақ Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, ज़ैनब की दिलदारी हो जाएगी, егер Зайнап Зайдтен ажырасып оған тұрмысқа шықса, न समझा जाएगा। Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, адамдар ол өзінің асыранды ұлының ажырасқан әйелін алып жатыр деген қаңқу сөздерінен қатты қорықты. बेटे कहलाते थे। इसलिए Сол जब үшін де Аллах Тағала Құранда, «Я пайғамбар, तो इस बात का मुसलमानों में Аллахтың жариялайтын нәрсесін көңіліңде жасыруда едің, हकीकी बेटा नहीं होता, адамдардан қорқасың. हाँ इस पर हकीकी बेटा Негізінен қорқуға Аллах лайық» деді. और आइंदा के लिए अरब की जाहिलाना रस्म मुसलमान Осылайша Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам इस बारे में Зайдты कुरान शरीफ ने Аллахтан қорқып талақ бермеуге шақырды. सही रिकॉर्ड Осы насихаттың арқасында Зайд басиып қайтып келді. Бірақ бұл екі тұлғаға бірге болу қиыны болды да, ақыр аяғында тағдырдың ісі болды. Біраз уақыт өткенде Зайд Зайнапқа талақ берді. Зайнаптың айдат уақыты біткен кезде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам यानी जब जैद ने оның некесіне байланысты қайта уахи алады. कर लिया तो हमने
Ол жерде Аллах елшісінің саллаллаху алейхи вассалам өзі онымен неке қию туралы бұйрық түскен. बीवियों के साथ शादी करने में Бұл жердегі Аллахтың бұйрығының даналығы Зайнаптың жан жылуын сезінуі, әрі мұсылман ерлердің ажырасқан әйелдерді алғанда тұрған еш сөкеттігі жоқ екенін көрсету еді. होने के बाद जिसमें हजरत Сондай-ақ бұл бұйрықтың тағы бір даналығы Зәйд Аллах елшісінің саллаллаху алейхи вассалам асыранды ұлы еді और फिर जैद және ұлы ретінде кеңінен танымал болды. Оның ажырасқан әйеліне үйлену арқылы мұсылмандар үшін асыранды ұлға қатысты үкім өз ұлыңдағыдай тыйым болмайтынын көрсету еді. अहमद बिन Ақыр соңында араптың сол бір надандық әдет ғұрпы мұсылмандар үшін жойылды. का निकाह कर दिया Осыған байланысты ең сенімді кітап Құран кәрімде былай делінеді. से हो चुकी थी Сонда одан Зәйдтің қатынасы біткен кезде оны саған некелендірдік. जड़ से फेर कर फेंक दी गई Мүминдерге асырандыларынан босаған әйелдерді алуда бір күнә болмау үшін Аллахтың әмірі орындалады деген. कि चूंकि जैनब की शादी के मुतालिक खुदाई वही नाजिल हुई थी Сондықтан бұл Аллахтың вахийі түскеннен кейін Аллах елшісі इसलिए जाहिर саллаллаху алейхи вассалам өз қалауымен оның жоқ екенін айқындалған соң Зайнапқа үйленбекке шешім қабылдады. है कि आसमान पर Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам сол хабарды Зайдтың өзі арқылы айттырады. वो Зайнаптың келісуімен ағасы Абу Ахмад бин Джахш оған уәли болып тұрмысқа берді. इब्न हशाम की रिवायत Оның махры 400 дирхамды құраған. Осылайша араб жазирасында тереңге тамыр жайған бұл дәстүрді исламның келуімен Аллах елшісінің саллаллаху алейхи вассалам тікелей өзі үлгі етіп көрсету арқылы тамырына балта шапты. आता है कि दूसरी उम्महातुल मोमिनीन के मुकाबला में हज़रत ज़ैनब Тағы бір еске салатын тарихи және заңды акті бар. हमारे वलियों ने Ол Құдайдан түскен уахидің маңыздылығы сол Хазіреті Зайнапқа байланысты некенің қиылуы болған соң орындалды дейді. रस्म अदा नहीं हुई थी क्योंकि Алайда бұл түсінік дұрыс емес. Күдіксіз бұл неке Аллах бұйрығымен болған нәрсе. Тіпті бұл неке көкте шешімін тапты десе де болады. Алайда бұл нәрсе адамды шариатты қолданбаудан босатады деген сөз емес. ज़ाहिरी रस्म की Сондықтан Ибн Хишамның жоғарыда айтылғаны бұл жерде нақты рәсімді салтанаттың болмағаны анық айтылады. बगैर इस Бұл мәселеде күдіктің немесе екі ұштылықтың болмағаны анық. निकाला जाता है कि उनके निकाह Бұл жағдайдың अदा नहीं हुई थी болған себебі оның некесі жерде емес көкте жариялануында еді. Сондықтан бұл жерде жай уақыттағыдай салтанатты рәсім болмай қарапайым ғана рәсім аталып өтілді. घर बगैर इजाजत चले गए थे तो Кейбір деректерде жай рәсімнің өзі болмады дейді. सही रिवायत Алайда ойланып қарасақ, бұл нәрсенің салтанатты рәсімге қандай қатысы бар? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रुखसत होकर आई थी ना कि आप उनके घर गए थे Егер осы оқиғадан кейін Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам өзі Хазіреті Зайнаптың үйіне өзі барып तशरीफ ले गए рұқсатын сұрады десе қатты қателесеміз. दस्तूर बात नहीं Әрі бұл нақты дәлелге де қарама қайшы. वसल्लम की बीवी बनकर Өйткені Сахих Бухариде олардың тойынан кейін керісінше Аллах елшісінің саллаллаху алейхи вассалам үйіне Зайнаптың өзі कोई ताल्लुक үйімен қоштасып келді деп көрсетілген. आपके इस निकाह की ज़ाहिरी रस्म Аллах елшісінің саллаллаху алейхи вассалам үйіне келгеннен кейін जैसा कि अपने өзінің жұбайы ретінде оған барып की गई है жүре берген. वजूद खुदाई Ол жерде ешқандай да рұқсаттың керегі жоқ. की गई थी Осыған орай Аллах елшісінің саллаллаху алейхи вассалам рұқсатты күтпеді деуі неке рәсімі болды ма, болған жоқ па деген сұраққа қатысы жоқ. का तोड़ना Логикалық тұрғыдан алып қарасақ, бұл неке рәсімі болған. Өйткені біріншіден жалпы ережеден ауытқитын ешқандай себеп болған жоқ. और इस रस्म को तोड़ना Екіншіден, бұл некенің негізгі мақсаты ескі дәстүрдің әсері мен орын алуын бұзу еді. Осылайша бұл неке көпшілік үшін танылу керек болды. लगता कि ये रस्म आज खत्म हो रही है Мен Хазіреті Зайдтың өмірін толықтай көрсетіп, әрі Аллах елшісінің саллаллаху алейхи вассалам Хазіреті Зайнаппен болған некесі туралы айтып өткен себебім, бүгінгі таңда исламның жаулары से Аллах елшісінің саллаллаху алейхи вассалам
Зайнаппен болған некесіне байланысты түрлі жауаптар жауып жатыр. Сондықтан біз бұл оқиғаның ақиқатын білуіміз керек. Осыған байланысты тағы да басқа Зайд бин Харистің өміріне қатысты оқиғалар бар. Сол үшін мен бұл сахаба жайлы оқиған қаншалықты қажет болса, соншалықты жалғастырамын. आइंदा भी मैं करूँगा। अभी ये सिलसिला हज़रत ज़ैद के हवाले से ही चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.